Travel Boost бағдарламасын жүктеп болғаннан кейін откуда батырмасын басамыз. Онда өзіміз қай жерден, қаланың қай қаласынан бастап бірінші точкасы мен екінші точкасын көрсетеміз. Мысалы Алматы, Алматыдан Шымкент. Енді кішкене арақашықтығын өзгертеміз. Енді батырманы басып тұрып, машина батырмасын басып тұрып, өзімізге қажетті транспорт таңдаймыз. Жоғарыдағылар тегіндер, астындағы ақылы. Енді play батырмасын басамыз. Енді видео ұзақтығын, астындағы модель размерін барлығын өзгертуге болады. История салатындай қылып өзгертуге болады размер. Енді біз шеттегі линейканы бассақ, қанша километр жүргендігі көрінеді. Және астында сохранить видео в галерею деп батырма басып, өзіміз жүктеп аламыз.